Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге осындай қызықты тапсырмалар құрастыру туралы көрсететін боламын. Осындай тапсырмаларды сыныпта оқушыларымызға құрастырып, тақтадан көрсетіп ойнатсаңыздар болады. Оқушылардың қызығушылықтары артады. Енді бұл тапсырмаларды қалай құрастырамыз? Ол үшін өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі кез келген браузерге кіресіздер. Мысалы, мен Google Chrome'ға кіремін. Сол жерге World деп жазамыз, міне менде шығып тұр. Соны жазғаннан кейін бірінші сілтеменің үстін басамыз. Осы кезде сіздерде осындай терезе ашылады. Осы жерден ағылшыннан орысшаға аударып аламыз. Және мен бұл жерде алдын ала тіркеліп қойғаннан кейін менің атым шығып тұрады. Сіздерде осындай терезе ашылғаннан кейін зарегистрироваться деп тіркелесіздер, немесе өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен кірсеңіздер де болады. Бұл жерде 1-ден 5-ке дейінгі 5 түрлі тапсырманы құрастыруға болады. Одан кейін тағы басқа аккаунтпен кіріп тапсырмаларды құрастырсаңыздар болады. Енді мына жерде менің өзімнің алдында құрастырған тапсырмаларым осылай шығып тұрады. Ал енді қалай құрастырамыз? Ол үшін создать действие дегенді басамыз. Создать действиені басқаннан кейін осы жерде көріп тұрсыздар, түрлі бізге интерактивті тапсырмалар шығып тұрады. Ал енді бұның астындағы, мына жақтағы астындағы тапсырмалар, бұлар енді ақылы түрде, бұларды жасамай қойсаңыздар болады. Мынау бізде ақысыз түрде берілген интерактивті тапсырмалардың өзі түрлі тапсырмалар құрастыруға болады. Осы жерден қалаған біреуін таңдап алып, осы жерден құрастыра берулеріңізге болады. Мысалы, қарап өздеріңіз көріп құрастыра берсеңіздер болады. Мысалы, контрольный опрос дегенді жасап көрейік қазір. Бұл жерде кәдімгідей сұрақтар қоямыз. Мысалы, бірінші тапсырмамыздың бірінші сыныбымызды жазып қойсақ болады. Мысалы, 5-ші сынып. Енді мына жерге бірінші сұрағымызды жазамыз. Мысалы, мен информатикадан болғандықтан, мысалы, бірінші дыбыс шығару құрылғысы. Енді осы жерден суреттерді таңдап қоюымызға болады. Мысалы, бірінші добавить изображение үстін басып, осы жерден суреттерді іздеп табуға болады. Мысалы, монитор деп жазамыз. Осы жерден өзі түрлі суреттер шығарып береді. Қалаған суретімізді үстін бассақ, ол осы жерге келіп жүктеледі. Дыбыс шығару құрылғысы бізде ол микрофон. Енді бұл біріншісі бұл қате жауап,
Келесі тағы да бір сурет қоямыз, енді дұрыс жауапты қоямыз. Оған микрофон деп жазамыз. Микрофонның суретін таңдаймыз. Бұл қойылды. Енді бұл бізде дұрыс нұсқа болғандықтан X-тің үстін бір мәрте шетсек, онда ол дұрыс деген жауапты бізге көрсетеді. Келесі бір, мысалы, перне тақта. Орысша жазып іздесеңіздер, негізі өте көп суреттер шығады. Бірінші тапсырмамыз, яғни құрастырылып бітті. Енді келесі добавить вопрос деп келесі сұрағымызды құрастыруымызға болады. Мысалы, графикалық редактор. Енді ол жерге суретімізді қоямыз. Егер бұл жерден ыңғайлы сурет шықпай болса, онда мына жердегі загрузикті басып, өзіміздегі жүктеп алған суретімізді қойсақ болады. Қойылды. Енді бұл бізде дұрыс жауап. Редактор, графикалық редактор. Мына жер орысша жазылып кетті, қазір қазақшалап жазып алайық. Бұл бізде дұрыс жауап. Келесі суретті таңдаймыз. Мысалы, мына жерге Word деп қояйық. Word редактор. Қоямыз. Бұл жерге келіп, бұл қате нұсқасы. Келесі бір суретті қояйық. Мына жерге, мысалы, Excel деп қоясыз. Енді интернеттің жылдамдығы нашар болып тұр. Қазір осы жерден суретіміз қойылады. Мына қойылды. Біріншіміз дұрыс жауабы, мыналар X-пен белгіленгендер қате жауап. Енді ары қарай өздеріңіз көбейтіп қоя берсеңіздер болады. Енді мен осы жерден ары қарай көрсетейін. Енді сделаны дегенді басамыз. Басқан кезде бізде мына жақына оң жаққа қарасаңыздар, переключить шаблон интерактивті тапсырманың түрлерін осы жерде шаблондарын көрсетеді. Яғни бұл жерде біз бір ғана тапсырманы құрастырамыз, сол бір ғана тапсырмамыздан бізге түрлі қылып, сол тапсырмаларымыз түрліше қылып шығады. Мысалы, бірінші контроль не опрос басамыз, үстін дыбыс шығару құрылғысы. Дұрыс, микрофон. Келесі графикалық редактор. Екі сұрақ құрастырдық, міне екеуіне де жауап берілді. Келесі викторина, игровой шоу деген. Осылай оқушыларыңызға ойнатсаңыздар, оқушылар өте белсенді, қызығып тапсырмаларды орындайтын болады. Дыбыс шығару құрылғысы. Өте оңай, өздеріңіз қалағандарыңызды таңдап, түрліше қылып, өз фантазияларыңызбен жасасаңыздар болады. Түрлі сұрақтарды қойып. Графикалық редактор. Келесі открыть коробку деген бар. Келесі
сол тапсырмамыз бірақ түрліше беріледі. Егер мысалы сұрақтарымыз 5-6 сұрақ қойсаңыздар, онда осы жерде 6 коробка, 4 коробка болады. Мысалы 2-ні бассам, графикалық редактор. Оқушылар осындай ашып қойып, компьютерлерінде немесе тақтада ашып қойып орындатсаңыздар болады. Келесі бірінші коробкамыздың ішінде дыбыс шығару құрылғысы, бізде ол микрофон. Мына жерге төбесіне қарасаңыздар, міне уақытты өзі көрсетіп тұрады. Келесі погоня в лабиринте, келесі тапсырмасы. Бұл жердегі осы тапсырма өте оқушыларға қызық, олар осыны әсіресе ойнағанда жақсы көреді, олар бір-бірімен жарысып ойнайды. Графикалық редактор бізде Python-ны осы Python-ның ішіне кіргізуіміз керек. Мыналарға жегізіп қоймауымыз керек. Міне оны оқушылар өздері-ақ белсенділікпен орындайды. Дыбыс шығару құрылғысы бізде микрофон. Енді мына роботты біз микрофонға алып барып кіргізуіміз қажет. Келесі самолет. Келесі. Бұл жерде ұшып келеді, осы жерде бұлттардың ішіндегі графикалық редакторды табу керек. Мынаны тышқанның нұсқағышымен самолетті былай жүргізіп отырамыз. Дыбыс шығару құрылғысы. Мысалы, қате жауапқа тиіп кетсе, ол X-пен көрсетіп тұрады, қате болса. Міне осылай түрліше тапсырмалар құрастырсаңыздар болады. Енді бұны оқушыларға қалай береміз? Енді осы жерде астына қарасаңыздар, делиция дегенді басамыз. Делицияны басқағаннан кейін публиковать дегенді бассақ, бізге сілтемесін шығарып береді. Осы сілтемені копировать етеміз да. Копировать етіп, оқушылардың WhatsApp-тарына, сыныптағы WhatsApp-тарына жеке жіберсеңіздер де, немесе жаңағы тақтадан осыны көрсетіп, тақтадан сілтемесін қойып, тақтадан көрсетсеңіздер де, немесе Telegram, WhatsApp чаттарына жіберіп, осылай тапсырмаларды орындатсаңыздар болады. Әсіресе сыныптың ішінде тақтадан көрсетіп, жеке-жеке немесе топпен осылай тапсырмаларды орындатсаңыздар болады. Өте қызық болады. Егер менің осы сабағым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, сабақты қолданып көріңіздер, өздеріңіздің сабақтарыңызға пайдаланыңыздар. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.